Адам құқығы ең қымбат қазына. Еліміздің адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев Түркістанға келді. Ол адам құқығын қорғау бағытына ерекше назар аударып, бұл қоғамның даму деңгейіне әсер ететіндігін мәлімдеді. Оның айтуынша, ұлттық орталыққа 6 ай ішінде 3000-ға жуық арыз түскен. Оның көпшілігі құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне байланысты екен. Сондай-ақ соңғы 2 жылда үй жағдайында 300 адам көз жұмып, 37 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда өте көп екенін атап өтті. Сондықтан осы мәселені шешу жолында атқарылып жатқан жұмыстарды айтты. Біріншіден, бұзылған адам құқықтарын қалпына келтіруге ықпал ету. Тек 6 айдың ішінде менің атыма регионалдық өкілдер мен ұлттық орталыққа 3000-ға жуық шағым түсті. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда бұл 2-3 есе көп. Арыздардың үлкен бір бөлігі құқық қорғау органдарының іс-әрекеттеріне байланысты 27% немесе 752, ал 24% немесе 687 сот шешімдерінің келісуге туралы. Әлеуметтік құқықтардың бұзылуына да шағымданған адамдардың саны аз емес.